Саламатсыздар ма? Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжінің 2-ші курс студенттері. Мен арнайы пән оқытушысы Батырбек Роза Жақсылыққызы сіздермен кезекті қашықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы доңғалақ жұбының құрылысы. Яғни біз сіздермен доңғалақ жұбының құрылысы, құрылымы, жұмыс істеу принципі, ақау, яғни доңғалақ жұбын қалай жөндеу туралы бүгін сіздерге түсіндіріп өтетін боламын. Яғни біз бүгін сіздермен бұл сабағымызда доңғалақ жұбын зерттейміз. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Доңғалақ жұптары вагондарды рельс бойымен бағыттауға және кузовтан түскен әртүрлі күштерді рельске және рельстен вагонға келетін күштерді өзіне қабылдап жіберу үшін арналған. Яғни доңғалақ жұптары олар екі доңғалақтан және бір біліктен және де осьтен тұрады. Доңғалақ жұптарының типі, негізгі өлшемдері және дайындалатын техникалық жағдай мен мемлекеттік стандартқа сәйкес белгіленеді. Ал оларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету теміржол техникалық пайдалану ережелерімен доңғалақ жұптарын жөндеу және куәландыру нұсқаулығымен жүзеге асады. Яғни, көріп отқандарыңыздағыдай, бұл жерде доңғалақ жұбының бөліктері көрсетілген, оң бөлігі, сол бөлігі және доңғалақ жұбының типтері біліктің типімен доңғалақтың диаметрімен анықталады. Роликті подшипниктерге арналған доңғалақ жұптары бірыңғайландырылған жолаушы және жүк вагондарында қолданамыз. Және де доңғалақ жұбын жаңа көрсету диаметрі доңғалақ жұбының 950 болады. Ары қарай жалғастыратын болсақ, жалпы біз оларды RU1 және де RU 950 және RU 1050 типті доңғалақ жұптары осьтің шетінде подшипниктері бұранды арқылы бекітсе, ал RU1 ол 950 доңғалақ жұбында шайба арқылы бекітіледі. Бұндағы Ш дегеніміз, жаңағы осы жерде көріп отқандарыңыздай, Ш дегеніміз бұл жерде шайбалы деген, яғни шайба арқылы, шайба сөзін білдіреді. Р дегеніміз роликті бірыңғайландырылған, және де У дегеніміз бірыңғайландырылған, және де бір дегеніміз біліктің осі типі, Ш дегеніміз шайба, 950-1050 дегеніміз жаңа өздеріңіз көргенде доңғалақтың диаметрі. Яғни ары қарай жалғастыратын болсақ, жалпы доңғалақ жұбының вагондардың ең жауапты торабы болып табылады. Оның түзулігіне ең алдымен қозғалыс қауіпсіздігі тәуелді. Яғни доңғалақ жұптары вагон және жүк массасын алып жүреді екен. Вагон қозғалыстың рельс жол бойымен бағыттап отырады және қатаң әртүрлі күштерді өзіне қабылдайды. Сол себепті доңғалақ жұптары күйіне ерекше көңіл бөлуіміз қажет екен. Ары қарай жалғастырсақ, жалпы доңғалақ жұбы осінен, және оған престе бекітілген екі доңғалақтан тұрады. Доңғалақ жұбы әрбір осіне подшипниктер үшін мойыншалар, доңғалақ күпшектерін отырғызуға арналған бөлігі және оның алдыңғы бөлігі орта бөлігі болады. Доңғалақтардың негізгі типі болатын тұтас етіп жасалынған болып табылады. Яғни ары қарай жалғастыратын болсақ, жалпы доңғалақ вагон осы типтері доңғалақ жұптары вагонның ең негізгі бөлшектерінің бірі. Яғни оның жұмыс жағдайы пойыздың қауіпсіз қозғалысын қолайлы етеді. Сол себепті олар белгілі бір талаптарға сәйкес болуы тиіс. Ол қандай талаптар? Яғни доңғалақ жұптарына қойылатын негізгі талаптар олар мыналар. Беріктігі жеткілікті болу керек, тозуға төзімді болу керек және салмағы аз болу керек. Себебі доңғалақ жұбының салмағы аз болса, вагонның тарасы жеңілдейді. Яғни тара жеңілдеген сайын вагонның қозғалыс кезінде жолдың үстіңгі қабатына түсетін динамикалық әсер азаяды. Жаңа көрсетіп кеткендей, видеода біз жалпы доңғалақтар стихмас, абсолютті шаблон және де кроноцикл, скоба деген өлшегіштермен өлшейміз. Негізі доңғалақ жұбы 7 түрден тұрады. Ары қарай жалғастырсақ, доңғалақ жұптары яғни 7 бөліктен тұрады. Доңғалақ жұптары өздерінің қызмет ету уақыттарына вагон астында тексеріп отырады, яғни кәдімгі және куәландыруден өтеді. Әрбір доңғалақ жұбы тексеріледі, куәландырады, жөндеу және пайдалану нұсқамаларын талаптарын қанағаттандыруы тиіс. Пойыздар қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатымен, яғни доңғалақ жұптар элементтерінің тозуларын және
зақымдаулар мөлшерін орналасқан. Егер олар мөлшерден асып кетсе, онда доңғалық жұптарын пайдалануға болмайды. Доңғалық жұп негізгі ақаулықтары олар біздерде тозу, сырғымау, жарықтар, ойықтар, кесілулер және бос қуыстар болады екен. Яғни ары қарай жалғастыратын болсақ, жалпы осы сіздермен біз доңғалық жұбын қысқаша сіздерге құрылысын, жалпы түрін түсіндірдік. Енді біз оларды қалай жалпы не екен? Доңғалық жұптары бұл, яғни ақауларын айтатын болсақ, доңғалық жұптарын пайдалану барысында бандаждарда тайғыштық, прокат жалдардың тілінуі мен үшкірішті дөңгеленулер сияқты ақаулар орын алады. Ал бандаждардың жылжуы, сынуы, мойнақтардың жарықтануы, доңғалық күпшегіндегі осьтердің босауы, тістердің тозуы немесе осьтер мен орталықтарда тісті доңғалық тәжіндегі жарықтану сияқты ақау түрлері сирек пайда болады. Бандаждардың тайғыштығы дұрыс тоқтамау кезінде доңғалық жұптары қарысуының нәтижесінде пайда болады. Яғни бандаждардың босауы кезінде доңғалық орталығында бандаждардың бірнеше қайтара ағытып қайта орнату кезінде оларды жеткіліксіз тартумен байланысты пайда болуы мүмкін. Ұзақ тежеуде де бандаждардың ығысуына ықпал етеді. Жалпы доңғалық жұбын ары қарай осы жоғары жылдамдықта қарқынды және жиі тежелу мөлшерінде пайдаланатын магистралды және маневрлік тепловоздардың бір қатар жолында көлденең жарықтар пайда болады. Олардың пайда болуында жалдың тежелу қалыбының жайға үйкелу себебі пайда болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бұлардың ақауларын көрсетіп жатыр. Яғни тозуы, тежелуден пайда болған ақаулықтар. Мойнақтардың жарықтар мен ойықтардың пайда болуы негізінен қанағаттанарлықсыз майлаумен, кейде металдағы ақаулармен байланысты. Доңғалық күпшегіндегі осьтердің босаңсуы, яғни доңғалық жұптарының қалыптастыру кезінде әлсіз орнықтырумен күпшектегі және осьтің күпшек астындағы бөліктерді күпшек асты бөлігіндегі тесіктің нашар өңделуімен байланысты болады екен. Сонымен сабағымызды қорытындылай келе сіздермен осы сабағымызды қорытындылай, яғни доңғалық жұбы дегеніміз темір жол жылжымалы жүріс бөлігінің ең маңызды тораптарының бірі. Ол жылжымалы құрамның рельсті жолдармен өзара әсерлесуін қамтамасыз етеді. Локомотив доңғалақтар рельске вертикалық, статикалық және динамикалық жүктемелерді береді. Локомотив доңғалақтар рельстермен өзара әсерлесе отырып, бойлық горизонталь күштерді іске асырады екен, яғни тартым және тежеу күштерін. Одан басқа рельс табанды жолда жылжымалы құрамның қозғалысын бағыттай отырып, доңғалақтар горизонталь бағыттаушы күштерді береді. Теміржол жылжымалы құрамның жүріс бөліктерінің оны жер үстілік доңғалақты басқа көлік түрлерінің бөлектенетін маңызды ерекшеліктері осымен байланысқан. Доңғалақтар осьпен қатаң қосылып, доңғалық жұбымен аталатын бір айланушы торап құрады. Яғни өздеріңіз көріп тұрғандағыдай доңғалық жұбының сіздер қалай жұмыс істеу керектігін көріп тұрсыздар. Осымен бүгінгі сабағымызды аңықтаймыз. Сіздерге үйге тапсырма: доңғалық жұбының жалпы құрылысы неше бөліктен тұратынын және доңғалық жұбының ақау себептерін біліп келесіздер. Сау болыңыздар.